Сәлеметсіздер ме? Менің құрметті көрермендерім. Менің Асыл Зат мастер-класс каналыма қош келіпсіздер. Жаңа жылға аз күн қалды. Ал сіздердің сыйлықтарыңыз дайын ба? Егер де дайын болмаса, менің каналымнан қандай сыйлықтар өз қолымен жасап, сыйлауға көруіңізге болады. Бүгінгі сыйлығымыз жай ғана фартук тігу. Мен ең оңай тәсілін ойлап таптым. Ол мынандай фартук, білесіздер, бұның пішіні де оңай, бірақ бұл кішкентай қызға, жиеніме істеп жатырмын. Подарка осындай жаңа жылға. Өзіңізге сәл осының пішінін үлкен қылып істесеңіз де болады. Мынау леон деген мата өте жағымды, және хыбы, білесіздер, кухняға жақсы кетеді, ас үйге. Оған қолыңызды сүртсеңіз де бәрі сінімді және жұғысты. Подсвет қылып мінекей, түстес қылып мынандай сары шыт мата алдым. Және де оны безендіру үшін мынандай кружеваларым бар. Сол кружеваларымды тігіп шығамын. 8 сантиметрлік кружевам бар екен. Және де мынандай кружеваларымнан қалып кеткен осындай тесмаларым бар, 1,5 сантиметрлік. Осыларды қолданамын, қыздар. Безендіру үшін. Қыздар, бұл жай ғана фартук болып шықпайды, бұл сәнді фартук болып шығады. Бұны тағып жүрсеңіз, жаңа жыл мерекесінде, ас үйінде және де дастархан тақтап жүргеніңізде көздің жауын алатын фартук болайын деп тұр. Ол үшін мен мынандай шыт маталарды бейтіп қиып дайындап қойдым. Мынандай былай қылып дайындап алдым, көрсеңіздер болады. 5 сантиметрлік және де 9 сантиметрлік екеу. Бұл шыт матаның ені 1,50. Тағы 1,50-ден тағы шықты. Және де мінеке кішкене мына ортасына қалта. Мынандай қалта қылайын деп жатырмын. Менің мастер-классымды рахаттанып көруіңізге тілектеспін. Ал кеттік. Ал қыздар, енді білесіздер, фартугымыз біздің леон матадан, ол мынандай шаш құсап, кірпік құсап бетіп шығып, түтеленіп кете береді. Сол үшін мен матамды артық қып алдым, мінекей белгілеп алдым артық жерін. Мінекей. Тап осы жерден енді қайтарып тігетін боламын. 2 қайтарамыз. Мінекей. Міне 1 және 2. Қайтарып алып, машинкаге қоямыз лаққымге. Қойып аламыз. Өте әдемі жіңішке тігіс болайын деп тұр. Қолыңызбен туырлап алып, тігіп кете береміз. Мінеке қыздар, шетін бетіп қайтарып алдық. Енді міне бас жағын қайтарып аламыз. Мынандай артық жіптерді бірден қиып алмасақ, жағаласып тігуімізге кедергі береді. 1 және 2 қайтарамыз. Осылайша қайтарып аламыз. Мінеке қыздар, біз шетін қайтарып алдық фартугымыздың. Міне былай болды. Бұл жерде өтек басшы берсек, мынау леон болғандықтан Қытай мына жақтары не болып кетті. Бұл жақтарын өтек басшы берсек, қазір әдемі болып орнына түседі. Енді қалтасына келеміз. Оңай және тез шығу үшін, қыздар, мінеке қалтасын тек қана бас жағын қайтарып аламыз. Міне былай. Қалған жағын тесмамен өтіп шығамыз, білінбей қалады. Мына қалтамызды бұлай безендіріп шығамыз. Неке қыздар, бұлайынан жылжып кетпеу үшін не тоқтатып аламыз, бірдей қылып қалташасын. Ал қыздар, енді белбеуіміз мынандай болу үшін, мінекей,
етек жағына ұшы жуандау, ал мына жағы жіңішкелеу болып келу үшін біз 10 сантиметрлік мынандай неве алатын боламыз. Шыт матамызды бүйтіп бір-біріне беттестіріп алып, бірінші түбін тігіп аламыз. Беттестіру бірдей қылып. Бірдей болу керек. Бүйтіп қойып аламыз да. Мына жерге дейін жуандау қылып тігеді екенбіз. Болды, қалған жеріне алмаймыз, тікпейміз, өйткені мына жағынан шығарып алу өте қиын. Мінекей, енді бұны 10 аударамыз да өтектің астына саламыз. Мінекей, мына жағын енді сыртынан тіге саламыз, бүйтіп жіңішке тігіспен. Қыздар, енді мойнын бүйтіп жалғау үшін размерін кішкентай қызға неше сантиметр қылып алдым дейсіздер ма? 48 жарым алыппын. Ол екі жағынан кішкене қайтқан өзінде 45 болсын дейік. 45 сантиметр кішкентай қыздың мойнына өте жақсы болады деп ойлаймын. Енді қазір бұны өтек басып алдым, мынандай қылып. Міне, бұлай қылып дайындап өтек басып алдық. Енді осы жеріне бағанағы 0,1 тігісімізді бас жағы. Дейсіз ба? Енді мынаны бүйтіп қайырып аламыз да, осы қайырылған жағын бұлай қылып қоямыз. Сол кезде бұлай тігіледі. Мінекей. Мінекей. Өзі орқат дейді, өзім ашық. Бұлайынан тігіп қоямыз. Болды, екі тігістің жүргізуінің қажеті жоқ. Осының өзі де берік болады. Мінекей, күшті мойындық шықты. Енді белбеуін тікпестен алдын біз енді осы енді етегін бірінші тігіп аламыз. Мына кружевамен, кружеваның ширинасы 8 сантиметр деп айтып кеттім. Өте керемет, золотистый кружева. Белбеуін әлі тікпейміз, өйткені бұл жағаласуы мүмкін. Сол үшін бірінші осы невемізді тігіп аламыз. Мынау екі қалдық болғандықтан, остатка дейді ғой, мен бұл екеуін қазір бүйтіп жалға жіберуім керек. Мінекей, үйлестіріп. Мына тесеманың астын көтеріп тұрып, мына кружеваны тықтым. Және де мына сызық, мына тігістің үстінен түсу керек, мінекей. Сол кезде білінбей қалады. Оны бүйтіп туралап аламыз. Сіздерге мына жер қайрылып кеткен үшін бүйтіп қайтара саламыз шетін. Ақырғы невеміз қалды. Белбеуін тағу үшін қыздар бірден зигзагқа қойып аламыз. Сол кезде екі рет тігісін тігудің қажеті жоқ. Зигзаг қылуымыз үшін неке бүйтіп қойып аламыз да, мына тігіс астыға қарау керек. Мына тігісіміз асты жаққа қарау керек. Ал мына бүгілген жағы үстіге қарайды. Бәрі түсінікті болды ғой, міне.
Мінекей қыздар, қандай мықты тігіс болды. Енді екінші жағын мінекей. Бүгілген жағы үстіне, мына тігісі астына. Мінекей, құрметті менің көрермендерім, сіздерге рахмет. Видеомды аяғына дейін көріп, және де ұнағандарыңызға лайк басып, комментарияға сұрақтарыңызды қойыңыздар. Әрдайым сіздерге сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Және де мінекей, өзіңізге де осындай керемет фартук тігіп алуыңызға да болады. Осындай кружевалар сатылады базарда, білесіздер. Мынау кәдімгі леон матасы, мынау кәдімгі шыт матасы, сары әдемі яркий түсі. Қараңыздаршы, қандай керемет әдемі фартук дүниеге келді. Енді менің жиенім осыны тағып анасына ас үйде көмектесетін болады. Және де мені есіне алатын болады. Мінекей, жаңа жылға қандай керемет сыйлық өсіп келе жатқан қыздарымызға. Сіңілдеріңізге, әпкелеріңізге, келіндеріңізге өте керемет сыйлық жаңа жылға. Жаңа жылдарыңыз берекелі, құтты болсын. Барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Сау саламатта болайық. Сау болыңыздар.